Сарияр ауылының номер 1 жалпы орта білім беретін мектебінің бастаушысының мұғалімі Акулич Наталья Васильевна. Наталья Васильевна солтүстік Қазақстан облысындағы Шағын-Сыған қонысының орнына қоныстанған Аксеновка ауылында дүниеге келді. Содан бұл ауылға Еділ бойынан Кавказдан немістер жіберіле бастады. Ауыл арасында кішкентай Берлин деп аталып кеткен жер осылай пайда болды. Одан кейін тың жерлерді игеру үшін одақтың түпкір-түпкірінен адамдар келе бастады. Мұнда көптеген ұлт өкілдері бір шаңырақ астында тату өмір сүрді. Барлығы иық тіресе, бір-бірімен еңбек етіп, адамдар арасында өзара түсіністік пен достық орнады. Ұлттар арасында ешқандай айырмашылық болмады. Барлығы бір-біріне үлкен құрметпен қарап, бір отбасындай өмір сүрді. Маған осы көп ұлтты ауылда толы бақытты берді. Осындай халықтар достығының арқасында қазақтың келіні атандым. 3 сәбидің анасымын. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығымен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық, татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Құрметті қазақ елі, бүгінгі көктемнің алғашқы күні, 1 наурыз алғыс айту күні құтты болсын.